Söz gözегін алайын деп тұрған Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің мүшесі, Түркістан қаласының құрметті азаматы Бекарыс Шойбеков, қазақтың үлкен ақыны. Онымен айтысатын алтын домбыраның 2 мәрте иегері азулы ақын Мұхтар Ниязов. Ассалаумағалейкум, арқа жұрты, аспанында ән шалқып күй аунаған. Сәкеннің мұраларын танытуға бұл айтыста болды бір пияр қадам. Жыр қалыпқа сыймаса, дәл осылай бір қалыпқа Сәкендей сияр мадам. Қасымызға қиындау кісі кепті, қарсыласын жыландай жияр баған. Кәрі мысық түлкіден қауіпті деп кеше бір бала мысық мияулаған. Мысық емес бекең бірақ арыстан ғой, жеймін деп мені талай жей алмаған. Талай рет аузынан аман кеттім, бұл жолы да солай деп қиялданам. Бекеңмен айтысқанда жүрегімнің жиі соққанын жиан қарам. Сондықтан да аулақтау жүретінем, елдегесін шықпаймын дей алмағам. Ағайын қолыңды соқ, сендер үшін тәуекелге барып тұр ұяң балаң. Әйтпесе жап-жаспын ғой Бекарыспен, қайта-қайта айтысу зиян маған. Аулыңа салмасақ та күнделіктіз, ақындарымыз сахнаға шын көрікпіз. Ей ағайын айтпақшы, әкім қайда? Орнын сипап қалдық қой, күрмеліп біз. Кеше ғана орнында отыр еді, сахнадан кеткенде түргеліп біз. Түске дейін барлығы жап-жақсы еді, түстен кейін басқаша түрленіп біз. Жоғарыға кетіпті құттықтаймыз, құттықтаудан қалмайық сыр беріп біз. Жүрсін аға бар екен несібеміз, құпиямды айтайын құр желіксіз. Апаға кетпей тұрып ерекеңнің алғы сөзін бір тыңдап үлгеріп біз. Ау аржағыңды тұратын оқып іші, жерде қалып көрмеген өтініші. Бекарыста биіктеп бара жатыр жаман емес саяси жетілісі. Қазіргі полиция бет мүшесі осы кісі, жап-жақсы көтерілген бекібісі. Алағайын ендеше дайын болшы, жоғарыдан кеп отыр екі кісі. Бұл айтыс болмайды байқауымша, ешкімнің де болмасын өкініші. Болайын деп тұрауден Байбекпенен Бекарыс қатысатын, боладау полиция бет отырысы. Ау, сені көрсем, үмітім жанып сөнет. Сұрауға да бар қазір анық себеп. Ақыр жоғарыға жібердік қой, өзін жан жақты дамытса деп. Ау беке, жоғарыда не болып жатыр, Нұр Отан айтса болды, халық сенет. Ауға айтыр, ауыз түйіс, өтінем жай жапсарын танытша деп. Жаймен сұрайық, ағайындар қатты сөз көтермейді полиция бет. Нұр Отанға ауырлау сөйлегенде алып кетет дейді ғой полиция кеп. Сәулесі жүзіндегі айқаяғы нұрдан жарық, той берген асыл елге жырдарнадық. Ассалаумағалейкум, арқа жұрты пейіліне қонағын қылған қанық. Мың адам көбіпсіп кеше ғана, салт санамыз қалғандай бір жанданып. Сарт етіп сарарқаның сарғымызы кеңестен бір-ақ шықты жылдан барып. Әуді. Армысың қарапайым қалпымен ақ, дүниенің дидарын бұрған қалық, сабамен қымыз шайқап отқанына, бар әлем басын шайқап тұрған қалық. Айқаяғы ай.
Bir oyı жеткізбейтін bir oyuna, kez болды Қызылорданың құмайына. Көшербайып көкеңнің орнына, Қошановтың барғаны ылайығы. Қуанып отырмын деп күліп қоят, мынаның қуанышы шынайы ма? Жоқ әлде алдарыңда отырған соң, қуанғансып отырған сыңайы ма? Ішінен жылап отқан сияқты ғой, қарасаң Ниязовтың шырайына. Көшербайып көкемді босатардай, апырай не жаздым деп құдайыма. Әніміз біздерден тыңдап жатыр. Қандайыз мұны сонша қылған батыр? Жоғарының жұмбағын шешіп бер деп полицовет мүшесін қинап жатыр. Мұның бәрі айтысқа байланысты. Әйтпесе онда қандай жұмбақ жатыр? Айтысты құрметтеген Құл Мұхаммед бүгінде парламентте пір боп жатыр. Айтысты қастерлеген Сабильянов заңдардың шотыр жерін қырнап жатыр. Кеше ғана айтысты ашып берген Қошанов тұтас елге би боп жатыр. Дәстүрді дәріппейтін жігіттерге қоқайып бір-бір қызмет сыйлап жатыр. Айтыстан ақ батасын алғандарды үкімет жан-жағына жинап жатыр. Домбырасын қыстырып шынтағына, Мұхтар Нияз финалда жүр тағыда. Айтбайдың түріне күліп жүрген, сәлем бердік жігіттің сұлтанына. Айтбайдың түріне күлетіндей, мынау сонша жігіттің сұңқары ма? Сұлулық турасында сенгімедің, сын айтатын Сәкеннің ұрпағына. Ау, бекарыс деп ойлаушым жанағамды. Жанағам шықпай жатып жаған алды. Сұлулық сізде де жоқ, бізде де жоқ, айтайық бұдан кейін бар адамды. Жұрттың бәрін айдапсап, енді маған Айтбайды айдап салу ғана қалды. Жоспар құрып отырсың, ортаға кеп, бар адамға айдапсап, жоқ адамды. Сен өзің талай-талай айтыстарда Айтбайға салмап бедің жараларды. Біз өзіңнен көріп өстік, бекарысау, Айтбай көрсе аямай талағанды. Сондықтан кімге ақыл айтып тұрсың, алыстатқың келеме араларды. Айтыстың шартыменен тиіскенмен алтындай жақсы көрем ол ағамды. Бұл айтыста кімге жеңіс келеді деп көрерменнің көзі де домаланды. Өзіңнен басқа кімге ыңғай келсін деп мағанда біреулерде қарағанды. Әкімдер мен ақындар сапырылсып жағдай енді ғана жобаланды. Сондықтан да ағайын уайымдама, құттықтаймын осында бар адамды. Қасымбеков келеді деп естідік, Астанадан көтеріп чамаданды. Маған жеңіс келмеуі мүмкін, бірақ саған жеңіс келеді ау Қарағанды. Ау, сөзіңіз сұйылмасын сіздің бүгін, сақтайық бабалардың біз бірлігін. Ағасы жақсы бастап кеттің жаңа, шығардың президентке ізгінді мұң. Елбасынан кейінгі Кемелұлы тақ отырып ұстаған тізгін мұғым. Бір ғасырдан ұзақтын дегенде ақ, сол күнгі де болып тау жүзгін бүгін. Берік уәли шолуын жасай берер, шолуымызды тыңдаңдар біздің бүгін. Жүзгінде не өзгерді, не жақсарды, айтайық жиғандай қып қыздың жүгін.
Орнында отырса реттеуші бар, елде білік болмайды-ау шектен шығар. Кемелұлы кешегі кемелдердің биікке қадап тұрып еккен шынар. Істің басын бастады Ұлабайдан, даналықтың дәнегін сепкен шығар. Арыста жағдай болып қалған кезде жүрді ғой елмен егіз көппен сыңар. Заңды митингілерді де тұншықтырмай, деп атыр мәселеңді ретпен шығар. Қолдайды шағын орта бизнестерді, салықты да тоқтатты шектен шығар. Әсіресе осы өңірге көңілің қатты бөлді, жер танитын олдағы тектел шығар. Ұлытауды көтереміз деп жатыр ғой, алтын ордадай әлі талай бектер шығар. Жошыны да ерекше тапсырмағып, деп кетті әкімдерге реттелсін ал. Қызылорда мен Жезқазған жолын жөндеп, деді ғой болмасыншы кетпен сынар. Алағайын ендеше Кемелұлы ағамызға осы елдің ықыласы көптеу шығар. Себебі сол 100 күннен кем дегенде 30 күні осында өткен шығар. Жолдың бәрін тазартып сеңдей батыл, бізде жеттік осындай деңгейге ақыр. Бекарыс айып етпе, үлкендерден сізге кішкене уақыт келмей жатыр. Ендеше бұрылайын өзіңізге, бізге деген тілегін көлдей мақыр. Кеше сен Жеңіспекпен айтыстың ғой, көп нәрсе естіді ғой көнбей пақыр. Ол кісіні қырғыздар автомат дейді, сенің тірі қалғаныңа сенбей жатыр. Бір кездегі есімің Киллер еді, қазіргі атың болдау Терминатор. Ағайын біз не істейміз өзің айтшы, жабылып бұған күшім келмей жатыр. Қазақмысқа апарып қайнатпасақ, автоматпен атқанға өлмей жатыр. Болсаңда қанша жерден мерген адам, оп-оңай аламын деп сенбе маған. Өлмейтін өнер үшін жүрген жанбыз, айтысқа келуші ме өлген адам. Мен арыстың қасынан кеп отырмын, Шаңқай түсте өз-өзін бомбалаған. Арыстың жағдайын түсінеді, қоғамнан хабары бар зерделі адам. Сарғалдақтай далада шашыраған, снарядтың көкесін көрген адам. Еркелетіп бетіңнен қақпағанға, бет алды оғыңдата берме маған. Автоматпен атқанға өлуші ме еді, снарядтың ішінен келген адам. Банкрас байтам десе байтасалар, олармен қандай адам шайқасалар. Өкімет қарызыңды кешірмесе, қай қазақ қайда барып бойтасалар. Банк деген байырғы досың емес, қайтармасан кешір деп айтасалар. Үкімет жасай берсін тағы. Одан інім әрқашан ел ұтады. Жалғаса Қызылорда мен Жезқазғанды, осынау қасиетті жер ұтады. Оңтүстікпен жалғасақ солтүстікті, ағайын алталаштың бәрі ұтады. Содан кейін біз жақтың жігіттері КамАЗының тізгінін ағытады. Халыққа қажеттінің бәрін әкеп Сарыарқаның төріне тоғытады. Өкімет жолды жөндеп берсе болды, бетбаққа берекесін дарытады. Қалғанын өкіметтен сұрамай-ақ, Шымкент өзі-ақ келіп дамытады. Салсаңда қанша жерден азап отқа,
күймейді асыл ердің ажар отқа. Сейфуллин ел басқарып тұрған кезде қырғыз деген түсіпті назаратқа. Қазақты қайтаруға уәде берген, сол үшін түссе дағы азап отқа. Қанша құрмет қылсақ та жарасады, қазақты қазақ қылған қазанатқа. Қызылдың қылышына басын төсеп, атымды алып берген азаматқа. Ай, сөзіңнің жұмсағы көп, қаттысы жоқ, тіліңнің ащысы жоқ, тәттісі көп. Жүз күнді жіпке тізіп шықтау мұқтар, апырай мұның неткен фактісі көп. Қалай жаттап алғасың мұның бәрін, мұнауың шенеуіндік қой, фактісі жоқ. Ауыз түйіс болып ет кеше біраз, мұқаңдар сондайда жол тапқышым ет. Қарбаластың ішінде кеткенсің ау, президенттің баспасөз хатшысы боп айғаяғы. Ау беке, алдандырма басқа сөзге. Көңілім менің өзгелерге таспа сөзге. Өзімнің мемлекеттің президенті, басқа елдің басшысы емес, патша сөзге. Баспасөз хатшысы боп кеттің ау деп, сендегі таусылмады ау қасқа сөзге. Басынан сөз асырмас ақындар да алат деп ойлайсың ба баспасөзге? Ау өтті деп сәкендейін ереңіреп, тарихын айта алмадық тереңірек. Әйтеуір әр нәрсенің басын шалдық, ақын әнші мұрты бар середі деп. Бірақ та дәл осылай болмады деп көңілдің көбеймесін шемені көп. Сәкеннің күні енді туып жатыр, жарқырап жатқан жоқ па өлеңі көп. Бізде аса мұқтаждығы жоқ сияқты, жайнайды әлі талай желегі көп. Сондықтан да ақындарға ренжімеңдер, Сейфуллин жайлы ештеңе демеді деп. Сәкен деген қайтадан атқан таң ғой, атқан таңға шырақтың керегі жоқ. Ау қызыл тілді ауызға қабап кенет, микрофон алып боп қалды сағат не деп. Тоқта десе осымен тоқтайықшы, келер жолда самғайтын қанат керек. Екеуміз көрші ауылымыз ау бегарыз, ауылымыз қабат боп ет. Дем бітіп ана жаққа барған кезде мүңкір-нәңкір жауабын алат деп ет. Сол кезде көршіңізді сұрай қалса, бізге де жібі түзу жауап керек. Гүрлет десең айтысты гүрлетемін, зіргет десең сахнадан зіргетемін. Полицияветке кеткелі бекеңнің де көрдік қой түрлі екенін. Қоштасып сахнадан тарқасайық, несіне бос сөздерді індетемін. Құшақтап мен де сізге көрсетейін, халықтың елмен жүзі нұрлы екенін. Сіз де мені құшақтап көрсетіңіз, Нұр Отанның халықпен бірге екенін. Айтысқа келіп алып ақын аға, біздерге сенбейді деп қақырама. Нұр Отанда халықтың партиясы, Нұр Отан деген оның аты ғана. Қайтарда бауырыма басамын ғой, бірден баспай қойды деп шатынама. Саясаттың талабы осы екен деп аймаласып тұран ба сахнада. Апырай Мұхтарыным жан жақты ма, Мәңкүрінің күр туралы заулатты ма? Біз мынау тіршілікті айтып жүрсек, мынауың ойнап тұр ғой ар жақты да. Тұрмекен ағасына жаққысы кеп, бекарыстың көңілін тапқысы кеп. Мәңкүр айтқызса айтамыз ғой.
бұл өнім көршіміздің жақсысы деп, лажы болса жеңілдік жасаңызшы, президенттің баспасөз хатшысы деп айқай аға. Рахмет, қошемет ақындарға. Қошемет. Қаздар алқасы. Мұхтар Ниязов бер жағында отырған. Қандай баға бересіздер? Бірыңғай 10-80 ұпай. Бекарыс Шойбеков, Түркістан 75 ұпай.